Бүгін мен сіздерге өзіміздің ішкі әлеміміздегі мақсаттарымыз бен армандарымызды көрнекі түрде жеткізетін армандар картасы мен қазақ тіліндегі нұсқамен таныстырғым келеді. Армандар картасы бұл тек қана визуализация ғана жасау арқылы емес, бұл ішкі әлеміміздегі өзіміздің ойымызда жүрген бейне бір визуализацияларды сыртқа шығару арқылы, сол бір керемет бейнелерді көру арқылы мақсаттарымызға, армандарымызға жеткізетін көмекші құрал болып табылады. Армандар картасы менің авторлық қазақ тіліндегі армандар картам өзіме арнап жасалынған. Негізінде визуализация арқылы әр арманыңызды глобально жан-жақты елестете отырып, неді толық жақсы ойға программалайсыз. Сол кезде сізде жаңа ой, жаңа идея, жаңа күш, сосын бешеное желание болады. Армандардың призмасына одан сайын үңіліп, сосын шабыттану арқылы, энергияңызды көтеру арқылы осы визуализацияның рөлі армандарыңыздың орындалуына деген септігін тигізетін өте керемет құрал. Қазір мен толық разбор жасап өтемін. Ол жақта бізде көріп тұрғандарыңыздай, бізде армандар картасында 9 сектор бар. 9 секторға арналған барлық картиналар бар. Бір картинаның өзінде бізде 25 фото. Былайынан бес саналады, 25 фото болады. Менде әр сектордан 3 А4 форматта болады. Яғни менде өте көп вариантта жасадым. Бұл енді әрине өзім үшін жасағаннан кейін, өзімнің қалаған бүкіл дүние жүзіндегі қандай керемет саяхаттайтын жерлер бар, соның барлығын қоса отырып жасадым. Сіздер менен алған кезде сіздерде мына жақта 26 деген сан болады. Бұл 2025 жылдан қалған үлгі ретіндегі шығарып алғаным. Бұл саяхаттың фотолары ол белгілі. Бірақ әр сектор, бізде 9 сектор бар. 9 секторын әр адам әртүрлі қабылдайды. Сол себептен әр фотоның үстінде менде қарым-қатынас, мысалы махаббат, отбасы, жанұя, үйдегі вайб. Яғни, мысалы біреу үшін махаббат ол жай ғана отбасы болса, біреу үшін махаббат ол достарымен қарым-қатынас, біреу үшін махаббат ол жұмысындағы коллегалармен қарым-қатынас, жануарлармен қарым-қатынас. Сол себептен әртүрлі варианттағы фотолардың үлгісі бар. Сіздерге өте асықпай обзор ретінде жасап жаттырмын бұл фотоларды. Мысалы, бұл да материалдық тұрғыда алған кезде, бұл материалдық армандар, болған байлықмын, барлығы байлық. Мысалы, мынандай наушник алу үшін сіз бай болуыңыз керек деген сияқты. Ол үшін сіздің қаражатыңыз жақсы болу керек. Ол үшін сіз әрекеттенесіз, жұмыс жасайсыз, мақсат қоясыз, әр айға жоспар жасасыз, толық разбор жасап өтемін қазір фотоларды, чтобы сіздер менен бұл не алып жатқандарыңызды видение болу үшін. Әр адам әртүрлі дамиды, әртүрлі өседі, және де әр адамның өмірге деген көзқарасы да әртүрлі. Соған байланысты мына жақта тақырыптарда жалпылама алынған. Мысалы, мен мынаны мысалы байлыққа қойғым келеді, өйткені бай адамдар гольф ойнайды деген сияқты. Кейбір адамдар бұны спортқа қояды, кейбір адамдар бұны қарым-қатынасқа қояды деген сияқты. Бұл фотоның үлгісін. Бізде визуализацияға арналған бүкіл фотолар, 9 секторының фотолары. Одан бөлек бізде мен сіздерге трекер беремін. Мынандай трекерлер. Бұны сіздер жай бумагаға шығарып алсаңыздар болады, немесе жабысатын бумагаға шығарсаңыздар да болады, және жабыстырып қойсаңыздар да болады. Мысалы, бұл кітап оқуға арналған трекер. Мынау шүкіршілік айту немесе жазу бойынша трекер. Мынау су ішу, өмірдегі ең басты қағидалар бойынша жасалған. Мынау садақа беру бойынша трекер. Осындай төрт түрлі бағыттағы трекер бар. Сонымен қатар қазақ тіліндегі аффирмациялар. Өздеріңіз қарап отырғандарыңыздай әртүрлі секторға арналған. Мына жақта өте көп. Бұнынан екінші беті бар. Ортасы жыртық, өйткені мен ортасындағын өзіме қиып алған болатынмын. Оны қазір видео соңында тағы да көрсететін боламын. Және де бұдан бөлек бұндай карточкалар бар. Бұны самоклеющий бумагаға шығарып, сотовый телефонның прозрачный чехолдың артына жабыстырып қойсаңыз болады. Мына жақта әртүрлі мотивация, шабыт беретін сөздер. Және де инструкция, бұл орыс тіліндегі нұсқасы, және де тура осындай қазақ тіліндегі нұсқасы бар. 9 секторға арналған. Өзімнен жасаған карта желаниемін разбор жасайын. 2022 жылы бұл блокнот менде 2021 жылдан бар. Бұл менде идея жазатын, черновик сияқты болған. Екі бетін кілегелерінде жазылған беттерін түйістіп, сыртына жабыстырып тастадым экономдық үшін. Өйткені бұл блокнот өте ыңғайлы. 8 сантиметрде 8 сантиметр. Өте ыңғайлы. Неше түрлі сумкаға, әртүрлі формадағы сумкаға салып қойып жүре бересіз өзіңізбен бірге. Мен бұл блокнотты өзіммен бірге тасып жүремін әрқашанда. Сол себептен осындай кіші блокнотқа жасадым. Үлкен ватманға жасаған жоқпын, өйткені ол ватманға жасау үшін мен оған күнде қарауым керек, ашуым керек. Мысалы, төсекте жатып, мысалы, стенаға қарап отыру үшін кейбіреулердің көздері көрмейді, например. Соған байланысты ең бірінші бетіне осындай стикерлер жабыстырдым. Мына қазақ тіліндегі күнделікте, мысалы, осы бетті ашқан кезде осының бірі оқысам, бір шабыт алатындай сондай бір аффирмациялар. Мынау менің орындалған армандағым.
өстіп өзіңізге керек секторға байланысты емес, өзіңізге ұнайтын фотоларды жабыстырасыздар. Мен осылай жасадым. Адамның ішкі ниетіне, жаңағыдай өзінің арманына байланысты. Бұның ішінде көп нәрселер орындалды. Мен 2 квартира алдым. 1 квартира алып, 1 квартира уже саттым. Мынау орындалды, шүкір Аллаға. Көбісі орындалды. Француз тілінде мен курс сатып алдым жақын арада, француз тілін оқуға байланысты. Өзіме қатты ұнайды, өйткені өздеріңізге жасайсыздар. Бұл менде енді старый болғандықтан, мен өзіме осы жылы үлкенірек блокнотқа жасайын деп шештім. Және де кіші блокнотқа да тағы да жасап қоямын. Ол жаққа тек 1 жылдағы өзім армандаған мақсаттарымды ғана жабыстырамын, осы картиналардан алып. Ал мынау менде жаңағы үлкен жылға, үлкен мысалы 3 жылға, 5 жылға арналған блокнот ретінде. Бұл менің 2026 жылға арналған блокнотым. Мен өзім Гарри Поттердің фанатымын. Және мына жерде мен ең алғаш өстіп стикерлер жабыстырдым, өзіме керегін ғана таңдап алдым. Сондай жаңағы мына жақтан өзіңізге керек стикер жабыстырып, менде барлығы самоклеющий бумагамен распечатка жасалған. Болмаса, обычный бумаға жасап, клеймен жабыстырсаңыз болады. Және қазір сіздерге айтайын, неге мұндай кішкентай блокнотқа жасаған ыңғайлы. Өйткені сіздер мысалы ватманға жасайтын болсаңыздар, сіздер үйлеріңізде жеке басқа біреулер болуы мүмкін. Мысалы, ол кісілер жаңағы не бойынша, жаңағы карта желанияның армандар картасын жасау бойынша үлгіде сіздің жаңағы армандарыңызды ешкім көруге болмайды деген бар. Яғни сіз өзіңіздің энергияңызды басқа адамдарға беріп қоясыз деген сияқты әңгімеде. Сол себептен осындай кішкентай блокнотқа жасаған себебіміз бұны тек сіз ғана ашасыз, тек сіз ғана көресіз, сіз ғана оқисыз, армандайсыз, визуализация жасайсыз, елестетесіз. Мысалы мен мына картинканы жабыстырып қойдым да, және бұл үй алуды, яғни мысалы үй алуым үшін мен қандай әрекеттер жасауым керек. Соның бүкіл жаңағы менің қолымнан қандай мақсаттар келеді, қандай әрекеттер жасай аламын, қандай жұмыс жасай аламын, қандай табыс таба аламын, соның барлығын тізіп жазып қоясыз. Мысалы бір картинкаға байланысты. Оны әрине бөлек блокнотқа жазасыз, өзіңіздің армандарыңыз бен мақсаттарыңызды жазатын. Және әрекет жасап бастайсыз. Бұл 1 жылда орындалуы мүмкін, 2 жылда орындалуы мүмкін, немесе 1-2 айда орындалып кетуі мүмкін, әрқалай. Менде мысалы бұл, допустим, мына жақта мен Египетті жасаған кезімде ең алғаш рет 1 аптада орындалған болатын. Мен өте қатты ауырып жатып қалдым үйде. Сосын бізде жұмыста Турцияға барамыз деп, тимбилдинг Турцияда болады деп айтқан болатын. Сосын қазір көрсетемін. Мына фото. Қазір мен сіздерге мына жаққа өзімнің фотомды шығарып қоямын. Турцияға барамыз деп жоспарлаған болатын. Бірақ та компанияның руководителі, жаңағы основателі барлық адамдар барады деп шешім қабылдады. Өйткені Турцияға тек қана руководительдер ғана барады деп шешім қабылдаған болатын жылдың басында, яғни январь айында. Сосын Египетқа 1 ай қалғанда біз март айында ұшып бардық. Февральдың соңында ма, ортасында ма, өзім қатты ауырып қалған кезде ертеңінде маған жаңағы руководителім жазып тұр, маған загранпаспортын бар осы жібер, біз келесі айда Египетке ұшамыз, барлық компанияның барлық адамдарымен деп. Осылай мен бұл картаны жасап болғаннан кейін, бұл визуализация, жаңағы армандар картасы, карта желания дейді орысша. Бұның негізі мағынасы және де септігі өте көп, по идее. Егер дұрыстап үңілсеңіздер, кейбіреулер мысалы просто жабыстырып қоя салады, бірақ біраз жылдан кейін қараса, ол уже орындалып қойған да. Мысалы мынау фото бар менде мынаның ішінде. Бұл фотода орындалған. Мен қазір мына жаққа бүйтіп скрин жасап қоямын. Көп нәрселер бәрі демеймін, бірақ мұндағы картинкалардың көбісі ақырын өзінің уақытысымен сіздің әрекетіңізге қарай, ниетіңізге қарай барлығы орындалады. Шынайы ниетте болсаңыз, ғана барлығы қазақ тілінде өстіп менен осы карта желанияны алсаңыздар болады. Мен сіздерге PDF файлында жіберемін. Қазір мына жақта да скрин жасап қоямын, қалай жіберетінімді. Сосын